Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сөйлеу мәдениетіне үйренемін. Бүгінгі сабақта сендер сөздеріңді жүйелі түрде жоспарлайсыңдар. Сөйлеу мәдениетін сақтауды үйренесіңдер. Диалогке қатысасыңдар. Берілген суреттегі сөздерді бірге оқиықшы. Ғафу етіңіз, қайырлы күн, рұқсат па, кешіріңіз, ренжімесеңіз, рахмет. Балалар, бұл сөздер қандай сөздер? Бұл сөздер сыпайы мәдениетті сөйлеу үшін қолданылады. Бұл сөздердің ортақ тақырыбы қандай? Ортақ тақырыбы сөйлеу мәдениеті. Балалар, бұл сөздерді күнделікті өмірде қолданасыңдар ма? Егер қолдансаңдар, сендер де күннің шуағындай жарқырап, басқаларға үлгі боласыңдар. Берілген суретке мұқият қараңдар. Баланың іс-әрекетін қалай бағалайсыңдар? Бала жанындағыларға ыңғайсыздық тудыруда. Жан-жағымызға ыңғайсыздық тудырмас үшін төмендегі қай жауаптарды таңдар едіңдер? Өтіп кетейінші, былай тұрыңызшы, жол беріңізші. Кешіріңіз, өтіп кетуге бола ма? Мен баланың орнында болсам, кешіріңіз, өтіп кетуге бола ма деп рұқсат сұрар едім. Жаяу жүргіншілер жолында ролик тебуге бола ма? Жоқ, әрине, болмайды. Себебі бұл қауіпті. Роликті арнайы орындарда тепкен дұрыс. Келесі суретке қараңдар. Баланың іс-әрекеті қандай? Бала қоғамдық көлікте дөрекілік көрсетіп тұр. Егер баланың орнында болсаңдар, сендер қай жауапты таңдар едіңдер? Менің шығуым керек. Өтіп кетейінші? Өтінемін, өтіп кетуге бола ма? Жол беріңізші. Қоғамдық көлікте мейлінше сыпайы болу үшін өтінемін, өтіп кетуге бола ма деп рұқсат сұрау керек. Қоғамдық көлікте өздеріңді қалай ұстайсыңдар? Ережелерін білесіңдер ме? Ендеше, қоғамдық көлікте өзімізді ұстау ережелерін толықтырайықшы. Үлкендер мен балалы әйелдерге орын беру керек. Қоғамдық көлікте қатты сөйлесу, дауыс шығарып күлу әдепсіздік. Көлік ішіндегі адамдарды итерме. Билетіңді аяқ астына тастамай, көліктен түскен соң арнайы жәшікке салуды ұмытпа. Балалар, бұл ережелерді әркез ұстанып жүргендерің абзал. Әдептілік пен сыпайылықты ұмытпайық. Ендеше, қоғамдық көлік туралы бейнематериалға назар аударыңдар. Дана, неге тұрсың? Отырмайсың ба? Жоқ, әдепті балалар автобуста отырмайды. Бұл орындар үлкен кісілерге арналған. Олай емес, Дана. Кез келген адам отыра алады. Бірақ жас үлкен адамдар, мүмкіндігі шектеулі жандар, жүкті әйелдер, кішкентай балалы немесе қолында ауыр жүгі бар адамдар тұрып, жастар отырса әдепсіздік болады. Ал қазір сенен басқа ешкім тұрған жоқ. Оның үстіне бос орындар да бар. Бола берсін, келесі аялдамалардан үлкен кісілер мінуі мүмкін. Жарайды, бірақ мінген кісілердің бос тұрған орынға келіп отырғаны сенің әдептілігіңді білдірмейді. Бос орын таба алмай, жастар орындарынан тұрып, жас үлкен адамға орын бергенде әдетте үлкен кісілер алғыс айтып, батасын береді. Бұл олардың мәдениеттілігін көрсетеді. Бата менен ел көгерер, жаңбыр менен жер көгерер деген содан шықса керек. Ақпарат сендерге пайдалы болды деп ойлаймын. Ендеше сабағымызды жалғастырайық. Мәтінді тыңдаңдар. Әділет ағатайым келем деген уақытынан кешігіп келді. Ол атаммен амандасты. Кешіріңіз ата, кешігіп келдім. Айыбы жоқ балам. Жолаушының жолы біледі деген. Ғафу етіңіз, сізге сыйлайтын сыйлығым көңілдегідей емес. Оқасы жоқ ботам. Ізетке найза бойламайды деген. Маған деген ілтипатың бәрінен де қымбат. Балалар, мәтіндегі сыпайы сөздерді тауып көріңдерші. Кешіріңіз, айыбы жоқ.
ғафу етіңіз. Оқасы жоқ. Сендер дұрыстап алдыңдар ма? Мәтіндегі нақыл сөздерді бірге оқиықшы. Жолаушының жолы біледі. Ізетке найза бойламайды. Бұл нақыл сөздердің мағынасын білесіңдер ме? Жолаушының жолы біледі дегені, жолаушы діттеген жеріне жеткенше әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін дегені. Ізетке найза бойламайды дегені, адамға құрмет, ілтипат көрсеткені ең маңызды дегені. Берілген әдептілік сөздерін бірге оқиықшы. Рұқсат етіңіз, мүмкін болса, ренжімесеңіз, мақұл, қалауыңыз білсін. Балалар, енді осы сөздерді қатыстырып, диалог құрастырып көріңдерші. Құрастыра алдыңдар ма? Өз жауаптарыңды салыстырып көріңдер. Рұқсат етіңіз. Мен келесі аялдамадан түсетін едім. Өтіп кетсем бола ма? Әрине, өте беріңіз. Ренжімесеңіз, мен сіздің өтінішіңізді орындай алмайын деп тұрмын. Мақұл, қалауыңыз білсін. Балалар, өз сөздеріңде әдептілік білдіретін сөздерді мейлінше көп қолданған дұрыс. Берілген сұрақтарға жауап беріңдерші. Көшеде біреу жөн сұраса, не істер едің? Асықпай түсіндіріп беремін. Қоғамдық орында егде адамдарды көргенде не істеген жөн? Үлкен кісілерге әрдайым орын беру керек. Үлкен кісілермен қалай сөйлесу керек? Үлкен кісілермен сыпайы сөйлесу керек. Әдептілік деген не? Адамдардың жүріс-тұрысы мен өзара қарым-қатынасының ережелері. Балалар, ендеше әдептілік ережелерін бірге оқиықшы. Әдепті бала қашанда сәлемдеседі. Кезіккен адамдармен амандасады. Көмегі мен қамқорлығы үшін алғыс айтып, кетерде қоштасуды ұмытпайды. Әрқашан сыпайы болу керек. Сыпайылық айналаңдағы адамдарға өзіңді жағымды көрсету. Байқамай біреуді ренжітіп алсаң, дереу кешірім сұрауды ұмытпа. Әдепті бала көлікте отырғанда үлкендерге орын береді. Үлкендерді, мүмкіндігі шектеулі жандарды жолдан өткізуге көмектеседі. Балалар, бұл әдептілік ережелерін есімізге сақтайық. Келесі өлеңді бірге оқиық. Сәлем. Сәлем сөздің анасы, ұғын қазақ баласы. Бір ауыз сөз сәлеммен нұрлы сауап аласың. Таң атқанда әлемге армысың де, сәлем де. Амандасу парызың, жауап қайтар сәлемге. Үлкен мейлі кішіме, қарама түр түсіне. Сәлемде үлкен мән бар ғой, біле білген кісіге. Әдептілік белгісі иіліп сәлем бергені деп қазақ халқымыз бекер айтпаған. Сол үшін балалар, сәлемдесуді ұмытпаңдар. Бүгінгі сабақта нені үйрендіңдер? Сөздеріңді жүйелі түрде жоспарлап, сөйлеу мәдениетін сақтап, қоғамдық орындарға байланысты диалог құрастырдыңдар. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.